Қайырлы күн баршаңызға. Мен сіздерге бүгін венский вафлінің ең жұмсақ рецебін жасап көрсететін боламын. Бізге керегі мына жерде жұмыртқа, айран, ұн, шекер, сұйық май және де қопсытқыш. Менде мына жерде 3 жұмыртқа. Жақсылап миксермен бір көпіртіп аламыз. Енді кезекте шекерді саламыз. 100 грамм шекерімізді салып, ерігенше бір масса етіп, көпіртіп, миксердің көмегімен көпіртіп аламыз. Менде мына жерде 150 грамм айран. Айранды құйып араластырып, жақсылап араластырып болғаннан соң менде мына жерде 100 грамм сұйық май. Бұны да жақсы бір келкі етіп араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызға келейік. Менде 200 миллиграмм ұн. Ендігі кезекте мына жерде ванилин, бір пачка ванилин салып, және мына жерде 1,5 шай қасық қопсытқыш, барлығын қосып, електен өткізіп, бір келкі масса етіп араластырамыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Егер сұйық болды десеңіздер, 50 грамм ұн салсаңыздар да болады. Ал мен осы рецептпен пісіріп шықтым. Балаларыма ұнады. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Қызып тұрған вафленицаға майды сеуіп, бір қасық қамырымызды құйып шығамыз. Менде 5 минутта пісіп шықты. Әркімнің вафленицасына қарай 5-10 минутта пісіп шығады. Мінекей, менде осындай болып шықты. Жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Кездескенше сау саламат болыңыздар.